Қазақстанда жылдар бойы талқыланатын, абайлап қана айтылатын және де аты аталған сәттен бастап дау басталатын тақырыптар бар екені рас. Сол тақырыптардың бірі ЛГБТ. Елде ЛГБТ насихатына заңмен тыйым салынбақ. Қазақстанда ЛГБТ-ға қарсылық парламент мінберінен жиі айтылады. Бір жыныстылықты ашық әрі жасырын түрде жарнамалайтындарға қарсы петиция көптің қолдауына ие болған еді. Бұл сұрақты көтермесе, біздің халықтың арасында бұл тақырыпқа ешқандай қызығушылық жоқ. Бұл бізде проблема емес. Біздің қоғамда жалпы ЛГБТ, гей деген нәрселер ешқашан бір үлкен мәселе болмаған. Дәстүрлі емес жыныстық бағдарды насихаттауды шектеуге бағытталған нормалар жас ұрпақты, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге және отбасы институтын нығайтуға, адамгершілік рухани тәрбиені қамтамасыз етуге жағдай жасайды. Бұл сөз айтылған сәттен бастап әңгіме бірден сабырын жоғалтады. Бұл видео жақтауға да қарсы болуға да емес. Бұл тақырып біздің ашуымызды неліктен соншалықты қатты тудыратынын зерттеп көреміз. Бұл жолаушы, жол жүректілерге. Алдымен бір нәрсені нақтылап алайын. Мен өзімді сарапшылардың немесе белсенділердің қатарына апарып отырған тұлға емеспін. Ешқандай өкілдердің атынан да сөйлеп отырған жоқпын. Мен біреуді көндіріп, ақыл айтып, тіпті біреудің ойын өзгертемін деген мақсат қойып отырған жоқпын. Неліктен дәл осы тақырып сонша ашу, қорқыныш және де соншалықты күйзеліс тудырады? Ең сорақысы сол гей пропаганда қазір Астана мен Алматы секілді ірі қалалардың жекеменшік мектептерінде де ашық насихатталып жатыр жас балаларымызға. Енді бұл нәрсе қанымызға сіңіп кетпей тұрған кезде оның алдын алуымыз керек. Егер әлеуметтік желідегі пікірлерге, үйдегі әңгімелерге немесе көшедегі сөздерге назар аударсаң, бір нәрсе бірден анық болады. ЛГБТ туралы сөз шыққан сәттен бастап адамдар бір-бірін тыңдамай, сұрақ қоймай, түсінуге де тырыспайды. Әңгіме болмай қорғаныс басталады. Әркім өз құндылығын, өз түсінігін және де өзі үйренген өмірін қорғайды. Ал басқа адамның не айтқысы келгенін түсінуге тырысу біздің ортамызда өте сирек кездесетін дүние. Шетелден келіп жатқан кино прокаттарында, сериалдарда, кітаптарда, ойыншықтарда бәрі соның элементтері бар және әдейі істеліп жатқан сондай жаңағы тауарлар мен өнімдері бар. Егер эмоцияны сәл шетке қойып, осы жағдайға сырттан бақылап көрсек, бір нәрсе анық көрінетін болады. Бұл дау тек ориентация ғана емес, бұл өзінің негізінде өзгерістен туған қорқыныш. Әлем тым тез өзгеріп, үйреншікті дүниенің шайқалып жатқаны көпшілікке байқалмайтын да шығар. Бірақ жаңа дүниеге қарсы тұрмай, оны сабырмен немесе ешқандай мән бермей қабылдай білу, бұл қоғамдық жетілудің бір белгісі деп есептеймін. Где-то радугу от этого ребенок увидел, такой, все, я стал гей, демиды ғой. И я очень много смотрел интервью геев, геями не становятся, геями рождаются. Потому что вот реально, в плане, ты мужчина, допустим, как ты можешь его заставить вот на мужчину? Никак не заставишь, если он по природе привык любить женщин. Қазақстан бір ұрпақтың ішінде өте көп өзгерісті бастан өткерген қоғам. Бір жүйенің құлауымен және де жаңа жүйенің құрылуы, экономикалық қиындықтар мен жаңа құндылықтардың келуі және осының барлығы көзді ашып жұмғанша өткен уақыттың ішінде болды. Тұрақсыздық көбейген кезде адамдар тұрақтылықты отбасыдан, дәстүрден немесе түсінікті рөлдерден іздейді. Ал соларға қауіп төнгендей сезілсе, қарсы болған реакцияның қатты болуы да өте заңды. Там такие лозунги были: моя матка, мои правила. Ни Бога, ни Господа, ни Господина. Это что? И вот с такими призывами наши дети уже 8-летние, я лично сама видела, 7-летних, 8-летних девочек с плакатами «Моя матка, мои правила». Это уже никуда. Ал енді бұл жерден жиі айтылмайтын бір сұрақ туындайды. Біз күрделі нәрселер мен тақырыптарды тыныш, айқайсыз, сабырлы талқылай аламыз ба? Басқа адамдардың шабуылынан қорықпай, біреуді күшпен көндіруге тырыспай, бір-бірімізді тыңдай аламыз ба? Мы не можем просто кричать об этой проблеме, да? Здесь необходима какая-то четкая тактика, четкое понимание проблемы, потому как можно еще больше спровоцировать нарастание этой динамики.
Осы тақырыпты ойлағанда менің ойым жиі мынаған келеді. ЛГБТ жайлы әңгімелер тек қана адамдар туралы емес. Бұл қоғамның қандай күйде екені туралы әңгіме. Бұл бір-бірімізді келіспесек те тыңдай аламыз ба деген сынақ. В Казахстане нет гей-пропаганды. Никто не говорит, защитите браки, гей-браки. Спасибо большое, да, есть спасибо гомофобия на работе, есть Все. есть преступления. Почему вы не работаете с этим? Откуда вы выявили, что гомосексуализм якобы это проблема общества? Давайте работать с теми, кто давит женщин на дорогах, с детьми, с многодетными матерями. Қоғамды оның қандай көзқараста екеніне қарап, немесе қандай тақырыпқа тыйым салғанымен өлшемейді. Қоғам күрделі нәрселерді жек көрікшіліксіз талқылаумен және де басқалармен өзгелердің ойы бөлек болуы мүмкін екендігімен өлшенеді. Ал мұндай нәрселердің балалардың сана сезіміне немесе өсіп келе жатқан ұрпаққа теріс әсері туралы айтатын болсақ, әрбір ата-ана өз баласына жауапты болсын. Әр ата-ана өз баласына дұрыс құндылықтарды үйрету керек. Оны өз үлгісімен көрсетуі тиіс. Балаға әлемнің әртүрлі екенін, барлық нәрсеге сабырмен, жек көрікшіліксіз қарауды үйрету өте маңызды. Сыртқы дүниедегі көріністермен күресіп жүріп, біз өз ішкі әлемімізді ұмытып кетеміз. Кез келген нәрсеге неғұрлым көп көңіл бөлсең, ол соғұрлым ауырлап көзге көрініп кетеді. Сол себепті ойланайық.